Баршаларыңызға сәлем. Гемоглобинді көтеріп, иммунитетті жоғарылататын салат дайындайтын боламыз. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Күнделікті пайдаланып жесеңіздер денсаулыққа өте пайдалы, табиғи дәрі десек те болады. Ең бастысы алма мен қызылша ғана болса болғаны. Екеуін ғана араластырып, салат жасай берсеңізде, оның өзі өте пайдалы болады. Осылай қайнатып дайындап алған қызылшамызды көбіктеп туралған алмамыздың үстіне қосамыз. Жалпы қандай формада турасаңыздар да өз еркелеріңіз. Мен осылай көбіктеп турадым. Бұл жерде грек жаңғағы менде 2 есе көп, себебі осы салатқа орехтың көп болған балдарыма қатты ұнайды, сол үшін 2 есе қосамын. Бұның 3-тен 1-ін қоссаңыздар да соның өзі әдемі дәм береді негізінде. Мен кептірілген жүзімді майда болғандықтан солай жуып тазалап салдым. Егер кейде үлкендеу жүзімдер болады ғой, соларды 2 бөліп салсаңыздар болады. Мен қаймақ қостым, өйткені майонезден гөрі қаймақ пайдалы. Тұзымызды, азырақ шекер қосамыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып, осылай ыдысқа салғаннан кейін әсемдігі үшін грек жаңғағын майдалап, осылай бетіне сүйіп шықсаңыздар әдемі вид береді. Үлкен кісілерге де, кішкентай балаларға да өте пайдалы салат болғандықтан, күн тәртібіне күнделікті салат ретінде қойып қойсаңыз артықтық етпейді.